Сәлеметсіздер ме, балалар? Әдебиеттік оқу пәніне 2-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмаларын орындаймыз. Балалар, тыңдалым және айтылым бойынша бірінші тапсырмаға назар аударайық. Балалар, мәтінді мұқият тыңда. Әрі қарай не болуы мүмкін? Әңгімеле. Бейбіт бақша ішінде жерді қопарып ойнап жүреді. Қасынан өтіп бара жатқан бір қария: «Әй балам, жерді неге қорлайсың? Ол сенің анаң ғой», деді. Қарияның сөзіне таң қалған Бейбіт: «Менің анам үйде, аты Зейнеп», деді. «Балам, онда сол Зейнеп анаңнан сұра, түсіндіреді», деп кете берді қария. Бейбіт ештеңеге түсінбей қалды. Ол енді әрі қарай не болуы мүмкін? Әңгімелейміз, балалар. Бір сәт ойланып алайық. Енді мен сендерге ықтимал жауабын айтып көрейін. Әрине, Бейбіт үйіне жүгіріп келді. Ол анасынан сұрады. Анасы қарияның сөзін түсіндіріп берді. Бейбіт енді жерді қазып ойнамайтын болды. Міне, балалар, осылай әрі қарай жалғастырып әңгімелеп берсек болады. Келесі 2-ші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ: анасы Бейбітке не айтады деп ойлайсың? Иә, қария дұрыс айтады. Жерді біздің анамыз деуге болады. Жерді бостан босқа қорлауға болмайды, деп айтуы мүмкін. 2-ші сұрақ: жерді қорлау дегенді қалай түсінесің? Әне, оны бостан босқа қазуға, топырақты шашуға, топырақты ластауға, жерді бүлдіруге болмайды, балалар. Осылай жауап берсек болады. 3-ші сұрақ: адамдар жерді неліктен анаға теңейді? Неліктен деп ойлайсыңдар? Әрине, жер ана деп айтып жатқан әртүрлі өлеңдерді, әндерді білеміз. Себебі жер ана бізге не береді? Адамдарға барын береді, адамдарға қамқорлық жасайды. Осы ықтимал жауабы. 4-ші сұрақ: мәтіннен өзіне қандай сабақ алдың? Яғни, өзің қандай сабақ алдың сен мәтіннен? Сен топырақ туралы көп мәлімет алдың, жер туралы, яғни топырақтың пайдасы көп екен. Оны бостан босқа шашуға, ластауға болмайтын, жерді қорламау керек екенін білдіге, балалар. Балалар, тыңдалым мен айтылым бойынша барлығы 5 балл жинауымыз қажет. Мен көріп тұрғандарыңдай, әрбір тапсырмаға, сұраққа 1-1 балдан беріліп, барлығы 5 балл жинауымыз қажет екен. Оқылым бойынша 3-ші тапсырма. Балалар, мәтінді оқимыз және тапсырмаларды орындаймыз. Ерлік жасаған екеу. Бақыт пен Қазбек есік алдында әңгімелесіп отыр еді. Бір кезде түтіннің иісін сезді. Орындарынан тұрып жан-жағына қарады. Қазбек көрші үйдің ескі қорасы өртене бастағанын байқады. Екеуі солай қарай жүгірді. Өртке кінәлі кішкентай балалар болып шықты. 2 бала өртті сөндіруге кірісті. Үлкендер Бақыт пен Қазбектің ісіне риза болды. Балалар, енді бірінші сұраққа жауап береміз. Мәтін қай жанрда жазылған? Міне, көрсетілген белгімен белгілейміз. Дөңгелектің ішіне ертегі, өлең, әңгіме, жұмбақ деп. Әрине, бұл жерде ертегі емес, балалар, өлең да емес, бұл жұмбақ емес. Демек, бұл әңгіме деп белгілейтін боламыз. 2-ші тапсырма. Мәтінге қатысты 3 дұрыс ақпаратты анықтап белгіле дейді. Міне, тағы да мына дөңгелектердің ішіне істейміз.
белгілейміз үш дұрыс ақпаратты. Үлкендер балалардың ісіне риза болды. Мәтінде бар ма досы? Қатыс бар ма мәтінде осының? Әрине бар. Белгілейміз. Өрттің шығуына Бақытпен Қазбек кінәлі ме? Яғни кінәлі дейді. Осы қатысты ма? Жоқ, қатысты емес, иә? Келесі. Көрші үйдің ескі қорасы өртене бастады. Мәтінге қатысты ма? Әрине қатысты, белгілейміз. Өрттің шығуына кішкентай балалар кінәлі. Балалар, бұл сөз мәтінге қатысты ма? Әрине қатысты. Демек, біз үш дұрыс ақпаратты белгіледік. Келесі үшінші тапсырма. Мәтіннен кейіпкерлердің жасаған ерлігін сипаттайтын сөйлемді тауып көшіріп жаз дейді. Яғни олар не деген еді? Көрейікші кәне мәтіннен кейіпкерлердің екі бала өртті сөндіруге кірісті. Бұл ерлікке. Сол екі бала өртті сөндіруге кірісті дегенді көшіріп жазамыз. Яғни міне дұрыс. Міне қараймыз. Барлығы дұрыс. Үшінші тапсырма бойынша тағы да барлығы әрқайсысына бір балдан 5 балл жинайды екенбіз. Көріп тұрғандарыңдай. Келесі жазылым 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Балалар сызықшаның орнына тиісті сөздерді қойып өлеңді толықтырып жазамыз. Керекті сөздер пайда, ал, орамал, қойма, бар. Бөбектерім оқы ойна, оқу, білім, саған пайда. Кітабыңның шетін жыртып, сияменен бояп қойма. Қолыңды жу, тырнағыңды ал, болсын таза бет орамал. Мұнтаздай боп мектепке бар. Міне осы сызықшалардың үстіне тиісті міне керекті сөздерді қойып жазамыз балалар. Міне тексеріп көрейікші. Оқу, білім, саған пайда, сияменен бояп қойма. Қолыңды жу, тырнағыңды ал, болсын таза бет орамал. Мұнтаздай боп мектепке бар. Міне 4-ші тапсырма бойынша да барлығы 5 балл жинайды екенбіз. Балалар, сіздерге 90-дық жиынтық балау түсінікті болса, орындаймыз. Сіздерге сәттілік. Келесі кездескенше сау болыңдар.